Бұл оқиға шағын қалада болған. Адамдары бір-бірін жақсы танитын, кімнің үйінен түтін шығып, кімнің жарық сөнгенін де көріп отыратын жер. Сырт көзге бәрі тыныш, бәрі бейбіт. Бірақ сол тыныштықтың астында кейде ең қатты дауыл жатады. Сол қаланың жігіттері анда-санда жиналып отырыс жасайтын. Көбіне демалыс күні. Біреу қой сойып әкеледі, біреу гитарасын алып шығады. Әңгіме өмір жайлы, әйел жайлы, ақша жайлы. Бірақ әр отырыстың жұлдызы бір адам болатын. Ол өзін бәрінен ақылды санайтын. Әр сөйлемін мен еркекпін ғой деп бастайтын. Сол жігіттің аты Еркін еді. Әйел туралы айтса қатты айтатын. Әйелге ерік берсең басыңа шығады. Оларды қатал ұстау керек. Аптасына бір рет қамшымен ұрып тұрмасаң, ертең сені тыңдамайды дейтін. Қасындағылар күліп қояды. Бірі әзіл деп қабылдайды, бірі рас айтып отыр деп ойлайды. Ал әйелдер жағы ішінен жиіркеніп тыңдайды. Еркіннің келіншегі де сол отырыстарға кейде бірге келетін. Бәрі оны үлгілі әйел деп білетін. Орамал тағып жүреді, күйеуінің рұқсатынсыз ешқайда шықпайды. Билесе тек күйеуімен, суретке түссе тек күйеуімен. Жұрт, міне нағыз отбасы. Еркегі де, әйелі де текті деп тамсанып қарайтын. Бірақ өмірдің сахнасында бәрі әдемі көрінеді. Ал сахна артында не болып жатқанын ешкім білмейді. Күндердің бір күні қаладағы қонақ үйде істейтін әйелдің құлағына бір әңгіме жетті. Айына бір-екі рет келіп кететін таныс келіншек бар екен, дәл сол Еркіннің әйелі. Басында сенбеді. Жоқ, мүмкін адасып жатқан шығар деп ойлады. Бірақ бір күні сол келіншекті камерадан көріп қалды. Жанында Еркіннің өз құрдастарының бірі. Бірге кіріп 2 сағаттан кейін ғана шыққан. Ешқандай ұрыс-керіс жоқ, ешқандай қорқыныш жоқ, бәрі әдеттегі нәрседей. Сол сәтте әлгі әйелдің жүрегі су ете қалды. Өйткені ол жұпты бұрын жиын тойда бірге көрген. Құшақтасып күліп жүргенде бұлар тату ғой деп ойлаған. Сөйтсе тату емес, тек сырт көзге ғана сол екен. Бірнеше апта өткен соң тағы да отырыс болды. Сол баяғы Еркін, сол баяғы әңгіме. Әйел туралы айтады, қайта-қайта ақыл соғады. Қасында дәл сол құрдасы. Ал әйелдер жағы дастархан басында әңгімелерін бөліп бір-біріне күліп отыр. Сол сәтте бір адам байқап қалды, Еркіннің әйелі әлгі құрдасына бір сәт қарап қалды. Көзі ұзақ тұрды, бірақ жүзінде ешқандай эмоция жоқ. Тек бір сәт қысқа, бірақ бәрін айтып тұрған қарас. Бір ғана секунд, бірақ сол секунд бәрін ашып бергендей. Уақыт өте берді. Адамдар ұмыта бастады. Бірақ кейбір сыбырлар бәрібір басылмады. Қонақ үйдегі камерадан көрген адам сол әңгімені біреуге айтып, ол тағы біреуге жеткізді. Осылайша ақырында бәрі білді. Бірақ Еркін ештеңеден хабарсыз. Әлі де отырыста айқайлап сөйлейді, әйел туралы тәрбие айтып, бәрін үйретеді. Бірақ шындығында ең алданған өзі еді. Адамдар кейде тыныш әйел, момын келіншек деп мақтап жатады. Бірақ момындық әрқашан адалдық емес. Кейде ең сабырлы көрінетін жан, іштей ең қатты шаршаған адам болуы мүмкін. Мүмкін ол да бір кезде сүйіспеншілік көргісі келген шығар. Мүмкін жылулық іздеген шығар. Бұл оқиға ешкімді ақтап немесе айыптау үшін емес. Тек өмірдің өзінен алынған шындық. Кейде адамдардың шынайы түрі дәл сол тыныштықтың астында жатады. Міне өмір осындай, достар. Біреу ақыл соғып жүрсе де, өзі түсініксіз өмір кешеді. Біреу кінәлі көрінсе де, шын мәнінде жаны жаралы болуы мүмкін. Сондықтан біреудің өміріне үңілер алдында өз ішімізге қараған дұрыс шығар.